әлеумет армысыздар, эфирде постскриптум хабары, студияда Бақытгүл Төлеуханқызы. Кенші еңбегі қажырлы, жер астындағы кен игеру ісінің қыр-сырын меңгеру, өз алдына жер астына, мәселен 700 метрге тереңдікке түсіп, сол жерде еңбек ету тіптен ерлік істесе болады. Бүгінгі хабарымызда кеншілер мәселесі, қауіпсіздігі, кеншінің бүгінгі әлеуеті жайында сөз қозғасақ, студиямыздың қонағы Саран шахтасының желдету және қауіпсіздік техникасының автоматтандырылған орын бастығы Мұғиын Рысқұл Айдарұлы. Рысқұл Айдарұлы, студиямызға қош келіпсіз. Саламатсыздар ма? Рысқұл Айдарұлы, сіз бүгінде қатардағы кенші ғана емес, осынау жауапкершілігі мығым, қажырлы еңбекке, былайша айтқанда отбасымен берілген кенші әулетінің өкілісіз. Атам марқұм шахтада жұмыс істеген, Северная шахтада. Ағам шахтада жұмыс істейді, Саран шахтасында, туған інім шахтада жұмыс істейді. Үшіміз бір шахтадамыз, бірақ участан әртүрлі болады. Сол 2013-те мектеп бітірген кейін, қандай оқуға түсемін деп уже білдім негізі. Шахтер болам, кенші болам деген мақсатта болдым. Оқуға түстім, диплом алдым. 2016-та шахта келдім. Саран шахтасында қазіргі уже 8,5 жыл стаж болды шахтада. Сол шахтада қазір. Былайша айтқанда ата жолын қуып, бүгінде ағаңыз кенші, өзіңіз кенші, осы салам басқасында жүрсіз. Туған інім де кенші болып тұр. Туған ініңіз де кенші болып жатыр. Сіз үшін кенші болу несімен құрметті? Қарағанды, ол кеншілердің астанасы. Қазақстанда Совет үкіметінің кезінде 3-ші қала болды. Көміріне бассейн. Сол арқылы бала кезінен бәрі шахтер деп үлкен бір құрмет болды ғой шахтерларға. Солда ойладым, өзім шахтер болам. Сонда мақсатта болдым әрқашанда. Рысқұл, сіз енді Саран шахтасын желдету және қауіпсіздік техникасының автоматтандырылған орын бастығысыз. Осы мамандығыңызды, жауапкершілігіңізді, міндетіңізді түсіндіріп өтсеңіз, сіздің қызмет қандай? Біздің ең бастысы ол шахтаға ауа жеткізу және шахтаны желдету. Өйткені біздің шахтада, Саран шахтасында 1500 адам жұмыс істейді жер астында. Бір ауысында 200-300 адамдай жұмыс істейді. Әрбір участокта өзінің жұмыстары бар, соларға ауа жеткізу керек. Мен компьютермен есептеймін. Ең бастысы маған заявка келеді, қағаз бойынша. Соны толтырады, сосын мен компьютермен есептеймін. Компьютер есептеймін, біз қараймыз қандай объектқа қанша ауа керек. Одан кейін есеп шығарғаннан кейін шахта түсеміз да, уже жұмыстар жасаймыз. Жер астында қанша текше метр ауа қажеттігін сіз есептейсіз? Мен есептеймін аға. Шахта тереңдігі бізде 500-700 метр шамасында. Кезінде негізі 96 жылда Миттл-Стил компания келгенде 3 шахта бірге құрылды. Ол Ақтасқа шахта болды, номер 120 шахтасы болды, және Сокурска шахта болды. Қазір 1 шахта, 3 шахта, 1 шахтаға қосқан. Сондықтан ол шахтаның да ауқымы кең болып тұр ғой. Онда тер төгіп жүрген жұмысшыларымыздың қатары 1500 адам. Бір ауысымда 300 адам жер астында. Қызмет атқарып жатыр. Қара алтын өндірісіне құлаштап кірісіп жатыр. Соның ауамен қамтамасыз етуге сіз жауаптылай қарағанда сіздің жұмыста айтарлық жауапты. Ауа қалай жер астына беріледі шахтаға? Жер үстінде вентилятор тұрады. Вентилятор главного проветривания дейді оны. Үлкен механизм, оборудование вентиляторға. Бізде осындай способ шахтаға ауа жеткізу. Шахтаға ауа жеткізу емес, бізде наоборот шахтадан ауа алады. Шахтада 8 ствол бар. Ствол деген ол шахтаға ауа жеткізетін, немесе ауа шығаратын, адамды түсіретін, адамды шығаратын деген объект. Сол арқылы шахтаның үстінде, стволдардың үстінде бізде 4 вентилятор бар, үлкен вентилятор бар. Желдеткіштер, И сол есеп бойынша біз білеміз қанша вентилятор өзіне қанша ауа алатын шахтадан. Әрбір районда бізде 4 сондай вентилятор желдеткіш тұрады. Олар өзіне сондай неден шахтадан ауа алады. Ауа шахтадан басқа стволдарға түседі. Рысқұл Айдарұлы, осы ретте сіз жаңағы тау кенісі мамандығы бойынша тәмамдадыңыз ба жоғарғы оқу орнын? Сол шахта горное дело. Осы Саран шахтасында қауіпсіздік, жұмысшыларымыздың, еңбеккерлеріміздің қауіпсіздігі қаншалықты қамтамасыз етіліп отыр? Қазіргі таңда біздің шахта компанияда ең бірінші орында тұр, негізі айтуға болады қауіпсіздік жағынан. Техникалық қауіпсіздік бойынша. Техникалық қауіпсіздік жағынан,
Біздің ең маңызды мақсатымыз ол жұмыскерлердің қауіпсіздігі және апаттардан, жарақаттардан құтылу. Сол үшін техника, қауіпсіздікке көп көңіл бөлінеді шахтада. Шахтаға түскеннің алдында әрбір жұмыскеріміз, біз бет-перде бар, шахтаның специальный, соны алады. Шахта жүрген кезде, енді бізде шаң қой шахтада, көмір шаң бар, сол көмір шаң шыққанда бет-перде киеміз. Ол бізге өкпеге шаң өтпеу үшін. Басымызда каска, қолымызда қолбақ, аяқ киім, самоспасатель бар. Самоспасатель деген ол әрбір кеншіде бізде шахтада өзінің қауіпсіздігін сақтау үшін арнайы құрылғылар арнайы құрылғы бар. Құрылғысы бар. Сосын білуімше кеншілер жаңағы қай участокта жүр, тікелей байланыс орнаған, көріп отырады ғой. Осы участокта осыншама адам жүр, нақты қандай жұмыс атқарылып жатқанында бақыланып отырады. Былайша әрбір кенші үстіндегі байланыспен қамтамасыз етілген, кім қай жерде жүр, қай участокта жүр, көрініп отырады ғой. Қазір ол система позиционирование дейді. Қазір ол система бізде монтаждық система болып отыр. Осы айдың аяғына дейін, келесі айдың аяғына дейін сол система жұмыс істейді бізде. Бізде горный диспетчерлар, горный диспетчер пункті бар. Үлкен мониторлар тұр. Сол мониторлар арқылы көруге болады, қайсы жұмыскер, қандай участокта, қандай жұмыспен айналысып жүр. Шахтада камералар тұрады. Сол жағынан адам керек болса, мысалы, связьға шығуға болады. Және техника безопасности, қауіпсіздік техниканы бірдеңе болғанда, сол жұмыскерге хабарласуға болады. Сондай мақсатпен жұмыс қазір. Рысқұл Айдарұлы, енді жалпы әрбір мамандықтың өз қызық бір қымқуат сәттер болады ғой. Мәселен, енді алғаш рет сол 700 метр тереңдікке жер астына түсіп жұмыс күнді бастаған. Сол бір тарихи сәт жадыңызда шығар. Соңындегі әсермен бөлісіп өтсеңіз, қандай әсерде болдыңыз бірінші жұмыс күнде? Енді шахтердің өлетінен болғаннан кейін шахтаның негізін көп білдім. Қалай болатын, жұмысы қалай болатын, бірақ бірінші рет түскенде қорқынышты болды. 700 метр тереңдігі түстім. Сол кезде бірінші рет қорқынышты болған. Өзім жаңағы киімін дұрыс кимегем. Өзімін тамақ алған жоқпын, шахтаға су алған жоқпын, енді қорқыныштан білмейсің ғой бірінші рет қалай болғанын, қайда баратын. Сол бір аптада жүрдім, негізі қорқынышты болды. Одан кейін қазір қорқынышты. Үрейді жеңдім дейсіз ғой? Бір аптада қорқынышты болды негізі шахтада. Өткенде шахтаның астында күн жоқ қой, күн көрінбейді ғой. Бізде қап-қараңғы болады, тек қана басымызда жаңағы фонарь болады. Фонарьды солмен ғана көресің. И сменаның аяғында уже бір 20-10 минут қалғанда бүкіл жұмыскердің көңіл күйі көтеріледі. Қазір шахтадан шығамыз, күн көреміз. Әрбір жұмыс күні сынақ қой? Жер астына түсу әрбір жұмыс күні қандай бұл? Тәжірибелі кенші болса да, енді оқыс оқиғалар да болып қалуы ықтимал ғой? Мәселен, әртүрлі жағдайлар. Солай, Хабарымызды одан жалғастырайық. Бүгінгі бағдарламамызда кенші еңбегі, қажырлы да жауапкершілігі күшті шахтерлер жұмысы, кеншілердің бүгінгі әлеуеті, қауіпсіздік мәселесі төңірегінде әңгіме өрбітудеміз. Студиямыздың қонағы кенші әулетінің өкілі, Саран шахтасын желдету және қауіпсіздік техникасының автоматтандырылған орын бастығы Мұғиын Рысқұл Айдарұлы. Кеншілердің бүгінгі әлеуеті қандай? Жалпы кенші мәселесі біршама айтылып та келді. Өкінішке орай бір қатар отбасыларға, Кастанка шахтасында да 46 отбасына сондай қайғы қасірет әкелген, орны толмас жара салған, мысалы апатты жағдай болды. Осындай кейін орындағы жарылыстар болып тұрады, бірақ енді соларды болдырмау үшін бір қатар мәселелерде қарастырылып жатыр. Бүгінгі әлеуеті қандай кеншілердің? Қандай проблемалармен ұшырасып жатады? Оларды шешу жолдары қарастырылған ба? Бүкіл проблемаларды шығарамыз негізі. Коллектив бар ғой енді бізде. Қаншама шахтер бар Қарағандыда. Әрбір шахтерде өз проблемасы бар. Бірақ шахтаның проблемалы бірдей. Бүкіл проблема шығарылады, шешіледі. Жұмыс орнында қиындықты басшылыққа тікелей айта аласыз? Тікелей айта аламыз. Бізде собрание болады, солда жиналамыз. Әрбір шахтер өз проблемасын айтады. Кейін бастықтар бірге отырып шешім іздейді.
қандай сол құтылуға болатын, жаңа проблеманы құтылуға болатын шешімді іздейді. бір құптарлығы міне кейінгі кезде облыстық әкім тарапынан да кеншілердің кәсіподағы тарапынан да қорғау көміршілер кәсіподағы сосын жұмысшылар тарапынан үш жақты келісім орнап қандай бір мәселені шешуде. Сондай талқылап. Бізде коллективный договор бар. Жаңа коллективный договор бар. Коллективный договордың ішінде бүкіл жаңа кеншілердің қалай жұмыс істейтін, қалай айлықтары төленетін, қандай неге санаторияларға путевка жіберетін бүкілі жазып тұр. Негізі коллективный договор сақтап жұмыс істесек, қауіпсіздік негізі қауіпсіз жұмыс болады бізде. Қазір бізде ұжымдық келісім шарт бар. Ол әрқайсысы кеншіге де жақсы. Сол келісім шарттың ішінде шахта кеншілердің айлығы, сақтауы, қауіпсіздігі сол бүкілі жазылған. Әрбір кеншіге сол келісім шарт созылғаны жақсы. Рысқұл Айдарұлы, енді жұмыс барысында белгіленген жоспар бекітіледі ғой сіздерге. Енді осы участоктың осыншама көмір өндіру керек деп, енді жоспарды асыра сілтеп орындап жатқан кездерде басшылық тарапынан қандай да бір ынталандыру бола ма? Шахтада әрбір участокқа жоспар план беріледі ай сайын. Егер кеншілер сол планды орындалса, жаңа айлығына премия қосылады. Ол кеншілерге көңіл күй көтеріледі, жақсы жаңалық болады ғой енді премия қосылғаннан кейін. Премия келесі айға да сосын басқа уже план жоспар болады. Сосын әрбір шахтаға жылда план беріледі, өзі шахтаның планы беріледі. Егер бір шахта бірінші болып сол планды... Осыншама мәселен тонна көмір өндіру. Көмір өндіру. Егер сол шахтаны орындалса, шахта құрмет болады ғой. Осы шахта ең бірінші жоспарын орындалды. Енді кеншілер есімі құрмет тақтасына ілінеді ма? Ондай бар ма сіздерде? Ондай да бар. Үздік кенші, мысалы, осы айдың мысалы, үздік жұмыскері деген сияқты ондай құрмет тақталар бар шығар. Олар бар, Жалпы шахталар бойынша ол кісілерге құрмет көрсетеді ғой, ынталандырады. Құрмет көрсетеді. Жыл сайын шахтерлер күніне арнап, жаңағы шахтер даңқы беріледі, еңбек даңқы беріледі. Сондай, үздік шахтер, сондай неге шығарады. Биыл кеншілер күніне арнап, әрбір шахтада лотерея ойналды. Лотереядан ұтқан адамға темір тұлпар берілді. Тұрмыстық техникаларда. Тұрмыстық техника берілді, ақшалай берілді. Биыл осы жаңа ұлттық инвестор келуімен негізі шахтер күні мерекесін өте әдемі, өте күшті тойланды. Рысқұл, жалпы әрбір мамандықтың өз ауыртпашылығы да, өзінің бір сондай бір қуанышты, көңілге жайлы бір кезеңдер болады ғой. Осы ретте кенші болу үшін адамға қандай мінез құлық керек? Қандай адамдар, мысалы, жер астында түсіп кенші бола алады? Кеншілер нағыз еркектер ғой, кеншілер. Қорқпайтын, өзі бала шағасын асырайтын адамдар. Ең бірінші өзі отбасын ойлайтын адамдар, кеншілер. Жұмыс қиын болса да, енді апатты жағдайда болады, жарақат алатын адамдар да болады, мысалы, сондай кездер көп болады. Бірақ кеншілер ең бірінші өзі отбасында асырау үшін шахтада жұмыс істейді. Бізге шахтаға жастар көп келеді, оқу бітіргендер келеді. Бірақ қорыққаннан кейін бір апта, бір ай ғана жұмыс істейтінді жұмыстан шығатындар да көп бізге. Негізі қорқынышты жұмыс болғаннан кейін. Бойдағы үрейді жиналмаса, өзінің жаңағы қандай да бір қажетті өжеттілік мінезін көрсете алмаса, ол жерде істей алмайды ғой. Істей алмайды. Сондықтан мінез де керек, өжеттілік те керек. Жалпы жауапкершілік те керек. Жауапкершілік те керек, негізі. Кеншінің еңбегі негізі ол құрмет еңбек. Шахтаға түскендерге айтарым, ең бірінші қауіпсіз сақтау керек. Өз отбасында ойлап, жауапкершілігі болу керек. Қасында жүрген достарын, коллегаларын болса да, өзіңді ойламай, қасында адамды да ойлау керек. Сол. Өйткені бұл енді ұжымдық еңбек қой. Бір адамның әрекетіне қатысты болады кей кезде. Әрбір іске, әрбір әрекетке сақ болу. Кезде бір адам, кезде жаңа коллективтің соған бәрі байланысты. Рысқұл Айдарұлы, бүгін хабарымызға қатысып, кенші еңбек жайында жалпы бүгінгі жұмыс, бүгінгі міндет, бүгінгі қауіпсіздік турасында әңгіме айтып бергеніңізге алғысымды айтамын.
еңбектеріңіз де табысты бола беріңіздер. Рахмет. Бағдарлама осымен тәмам. Естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Саран шахтасын желдету және қауіпсіздік техникасының автоматтандырылған орын бастығы Мұқиын Рысқұл Айдарұлы. Келесі эфирде жүздескенше күн жақсы болсын.